Сәлем достар, короче, біз турдамыз ғой, тур жалғасып жатыр. И осы жерде бір кішкене қызықты нәрселер айтып өтейін сіздерге. Мынау орыстар туралы, қазір Украинадағы соғыс бүкіл жағдайлар туралы кішкене бір пікір білдіргім келіп тұр. В общем, Қазақстаннан біз шетелге ұшып жатырмыз, Астананың аэропортынан. И сол жерде біз байқағанымыз орыстар өте көп. Біреу там Оренбургтан ұшып келе жатыр, біреу Омскке баратыр, біреу Челябинскке, біреу Москваға. И еще Астананың аэропортында баяғыда қазақстандық әртүрлі европейский компаниялар тұратын еді, и көп мынандай нелер, офистардың бәрі бос тұратын еді. Сол жердің барлығына российский компаниялар келген. Ну, типа, короче, бұрын Россияда жұмыс істеп жатқан компаниялар осы жерге келген, и олардың бәрі, короче, былай трансфер жасайды. Россиядан Қазақстанға, Қазақстаннан шетелге вот. И сондай көп, солардың барлығы өте көп біздің мемлекет арқылы ұшып жатқан. Енді бір қызық нәрсе, сіз любоймен бүйтіп сөйлесіп қаласыз ғой, самолетте, басқа да жерде Россиядан екенін айтпайды, ешқайсысы барлығы айтады, там с Беларуси дейді, короче, с Финляндии дейді, короче, или там басқа да жерлерден айтыр, короче. Бірақ орыстар көрініп тұр, паспорты біреудікі даже айтады да, я из Беларуси дейді да. Сөйтіп там еду отдыхать, там Европу мысалы, да, в другие страны. Но потом замечаешь, в очереди стоит, и там паспорт Российской Федерации, коричневый ма, бордовый ма, өздерінің паспорттары ғой, вот сондай. И біз бұның алдында да байқадық, там қыстада турларға барғанда да барлық нелерге де. И жалко оларға, жалко. Орыстарға жалко, то, что осындай өздерінің состоянияға жеткізгендеріне, и біз қазақтар лучший пример секілдіміз олар үшін. Мен арзамын, то, что бұрын біздің бәріміз через Россия ұшып ататын едік қой, турлардың бәрі через Россия, через Победа, мысалы Москваға барып, Шереметовадан түсіп, Домодедовадан ұшып, Домодедовадан Шереметоваға дейін барып, Внуковаға дейін далбасалап не қылып. Теперь олардың бәрі бізге келіп жатыр. Сіздер Россияға барып, аэропорттарынан шетелдерге ұшып көрдіңіздер ма? Қазақстаннанмын дейтін болсаңыздар, сіздерге қандай отношениемен қарайды олар? Оны басынан өткізген адамдар біледі ғой. И вот, теперь енді олар бізден неғып жатыр. Біз ешкім қазір Россия арқылы ұшып жатқан жоқ. Вот мен арманым еді бұл. Не деген кайф, прям жаным кіріп жатыр. Орыстардың осындай күйге кешіп жатқандықтарына. И вот. Бір жақтан біздің осындай нейтральный саясаттың арқасында әйтеуір жайлап жүрміз, ешкімге не қылмай. Вот поэтому осындай жағдайлар бар.